Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, тың деректер мен қызықты ақпараттар. Ғаламатта Арай Райспен. Әйгілі картиналар, суретшілердің құпиялары мен бізге қалдырған таңбалар. Осы шығарылымда сол таңбалар мен картиналардың құпиясын ашамыз. Ян Ван Эйктің Арнольд Феллини картинасы. Сізге Ян Ван Эйк кім екені және ол картина туралы көп білмеуіңіз мүмкін, алайда картина өте әйгілі және сіз оны көргенде міндетті түрде осыны бір жерден көрген едім дейсіз. Енді осы картинаның құпиясын ашайық. Көптеген суретшілер сурет салған кезде көбінесе автопортретін жасаған, яғни суретші кез келген жерде немесе бейненің арасында, заттың арасында өзінің автопортретін қалдырып, автор өзінің қолтаңбасын жазған. Әдетте осы картинада екі ерлі-зайыптыны көресіз. Ондағы тәпішкенің жерге түсуі, иттің орналасуы, әйелдің қолының орналасуы деген сияқты көптеген құпия әлі күнге шейін ғалымдарға ашылмаған сыры көп картинаның бірі болып табылады. Бірақ сіз екі ерлі-зайыптың артында отырған айнаны көрсеңіз, ол жерде Ван Эйктің өзінің автопортреті мен екі ерлі-зайыптың арқасын көресіз. Өте ұсақ және профессионалдық тұрғыда бейнеленген бейнені лупамен көрген кезде шын мәнісінде Ван Эйктің түрін көруге болады. Керемет, иә? Және айнаның үстінде Ван Эйк был здесь деген жазуы бар. Яғни суретші дәл осында болды деген мағынаны білдіреді. Ақпарат қызық болса комментке жазамыз, лайк басамыз. Сізде өзіңіздің картинаның құпияларымен бөлісетін сырларыңыз болса, міндетті түрде бізге төменге жазып өтіңіз. Микеланджелоның «Сотворение Адама» туындысы. Ол үлкен капелланың бірақ қана бөлігі. Дәл осы бөліктің бірінде сіз адам бейнесінің формасы мы тәріздес болғанын байқай аласыз. Неліктен? Эпоха Возрождения кезіндегі суретшілердің басым бөлігі сол кезде адам анатомиясын зерттеген. Кез келген картинасында адам анатомиясының бейнесін, формасын немесе құпия сөзбен, формамен келтірген. Сондықтан да дәл сол кезде суретші мидың формасын алғанын байқауға болады, бірақ та оны не үшін қолданды, оған қандай мағына бергісі келгені әлі күнге дейін ашылмаған. Микеланджело тек қана суретші емес, атақты мүсінші болғанын да білеміз, иә? Оның атақты Давид мүсіні сондай батылдық, жетістікке жеткен, бұрын соңды аналогы болмаған, анатомиясының барлығы толыққанды зерттелген және өте дұрыс жасалған мүсіндердің бірі болып табылады. Алайда Микеланджелоның жасаған туындысындағы Давидтің түр сұлбатын байқайтын болсаңыз, ол жерде ешқандай батылдық жоқ. Оның бетіндегі бейнесінде қорқыныш пен үрей болған. Жалпы аңыз әңгімелерде Давид ол Голиафпен күрескен. Ол кездегі ол Голиафтан бірнеше төмен, яғни оның күшіне әлсіз жеңіске жетпейтіндей болғандықтан ол жерде өзінің қорқынышы мен үрейі болған ол баста. Сондықтан да ол Давидті үлкен, биік және мықты болып көрсеткісі келгенімен барлық қорқыныштың барлығын бетіне сақтап қалған. Төменде адам оны биікке қараған кезде статуаның мықтылығын ғана байқай алады. Себебі оның түр әлпеті жерден қарап тұрған адамға көрінбейді. Алайда сіз оны төменмен сол Давидтің деңгейінде көретін болсаңыз, сол үрей, қорқыныш оның бейнесінде сақталған. Хендрик ван Антониссен, нидерландық суретші. Оның суреті сізге беймәлім болуы мүмкін. Жалпы суретшіні білмеуіңіз мүмкін. Бірақ туындысы ғалымдар мен зерттеушілерді таң қалдырды. 17 ғасырда туындаған картина теңіз жағалауындағы көптеген жиналған адамдардан құралған. Бірақ 14 жылы картиналарға реставрация жасау барысында дәл осы картинаға реставрация жасайды. Сол кезде теңіз жағасында шығып қалған үлкен киттің денесін байқаймыз. 16-шамамен 17 ғасырларда өлікті немесе жануарлар өлігін көрсетуге болмаған, сондықтан да суретші өзі немесе зерттеушілер бояп тастады деген болжам бар. Алайда киттің қазіргі бейнесі ашылғаннан кейін ол жерге көп адамдардың не үшін жиналғаны белгілі болды. Қазіргі таңда картина бұрынғы қалпында сақталған. Джордж Сера «Пудрящаяся женщина» картинасы. Картина ерекше нүкте арқылы сурет салу технологиясымен салынған. Суретшінің жалғыз және соңғы автопортреті дәл осы суретте бейнеленген. Алайда бейнедегі әйелмен роман болғандықтан кейін көпшілік оны дұрыс түсінбей қалмасын және сол кездегі өсек әңгімеге қалмау үшін суретші оны нүктелермен бейнелеп жауып тастайды. Өкінішке орай автопортретін 100%-ға реставрация жасауға мүмкіндік болмады. Десе де суретшінің түр әрпеті қандай болған ешкімге беймәлім. Себебі ол соңғы және алғашқы автопортреті болып жойылып кеткен. Бұл картиналардың құпиясы.
беймәлім сырлары, ашылмаған кодтар, әлі де ғалымдармен шешілмеген құпиялар. Егер сіз суретші болсаңыз, дәл осындай құпиямен автопортрет қалдыра аласыз. Ал мен сізге үнемі осындай қызықты ақпарат беремін. Арай Райс ерекше арнадағы ерекше ақпарат.